1 тамыздан бастап Қазақстанда электр энергиясының бағасы қымбаттайды. Орташа есеппен алғанда 1 киловатт сағат үшін баға 34 теңгеге дейін өсіп, бұл 14% өсімді құрады. Ал Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бойынша тариф қаншаға көтерілді? Бұл сұраққа Шымкент қаласы энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының электр қуатымен қамтамасыз ету және сыртқы жарықтандыру бөлімінің бас маманы Манас Тынышбек жауап берді. 1 тамыздан бастап қымбаттайды. Яғни бізде жеке тұлға 20 теңгеден 23 теңгеге қымбаттайды, яғни 14%-ға. Заңды тұлға 37-тен 39 теңгеге қымбаттайды, 8%-ға қымбаттайды. И бюджеттік мекемелердің несі 66-тан 74-ге қымбаттайды. Энергия бағасының өсуі күнделікті тұрмысқа қаншалықты әсер етеді? Бұл сұрақты біз қарапайым тұрғындарға да қойып көрдік. Олардың айтуынша, электр энергиясының қымбаттауы тұрмысқа айтарлықтай қиындық тудырады. Дұрыс емес деп ойлаймын. Осы кездің өзінде, мысалы осы жазға өте ыстық болып, кондиционер қостық, 30 мың теңге кетіп тұр. Сонда біз қанша төлейміз? Вообще ужас қой. Өте қымбат қой. Итак, бізде зарплата өспейді. Осы коммунальный услуги, тағда басқа рыночный экономикадағы продукт бәрі қымбаттап жатыр ғой. Бұл өте білмеймін, халыққа ыңғайсыз. Маған ғана емес, барлық халыққа өте қолайсыз деп ойлаймын. Жарық қымбаттайды дегеніне әрине өз басым қарсымын. Себебі біз сияқты жалғызбасты аналардың өмір сүру неміз қиын болып жатқан кезде жарықтың қымбаттағанына өз басым қарсымын. Жоғарыдағылар солай шешіп жатса, бізде қандай амал бар? Бізден ешкім шеше сұрамайды ғой.